Шалқан ертегісі. Баяғы бір заманда шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал бау-бақшасына шалқан отырғызады. Шалқан өте үлкен болып өсіп шықты. Шал қуанғаннан піскен шалқанды жұлып алмақшы болды. Ары тартты, бері тартты, бірақ жұла алмады. Көмекке кемпірін шақырды. Кемпір шалды, шал шалқанды ары тартты, бері тартты, бәрібір де жұла алмады. Кемпір көмекке немере қызын шақырды. Немере қыз кемпірді, кемпір шалды, шал шалқанды ары тартты, бері тартты, бірақ жұла алмады. Немере қыз көмекке Жучка есімді итті шақырды. Ит немере қызды, немере қыз кемпірді, кемпір шалды, шал шалқанды ары тартты, бері тартты, бәрібір де шалқанды жұла алмады. Ит көмекке мысықты шақырды. Мысық итті, ит немере қызды, немере қыз кемпірді, кемпір шалды, шал шалқанды ары тартты, бері тартты, бірақ та жұла алмады. Мысық көмекке тышқанды шақырды. Тышқан мысықты, мысық итті, ит немере қызды, немере қыз кемпірді, кемпір шалды, шал шалқанды қаттырақ ары тартты, бері тартты, әзер дегенде шалқанды жұлып алды. Кемпір ас әзірлеп барлығын кешкі асқа шақырды. Мінекей, кез келген бірігіп жасаған жұмыс жеңіл болады. Ертегі ұнаса менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментария қалдыра отырыңыздар.